Баршаларыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен песочный жұмсақ өте дәмді болып шығатын самсаның түрімен сіздерді таныстырсам деп отырмын. Ол үшін бізге 500 грамм ұн қажет болады. Соған 200 грамм майды разрыхлителді салып, осылай қолдарыңызбен жақсылап ұн мен майды жақсылап осылай араластырып алыңыздар. Сосын қаймағымызды, тұзымызды салып, осылай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды тындырып қоямыз. Оға дейін ішіне салатын салмамызды дайындап алайық. Мен осылай 3 пиязды турап алдым. Үлкен емес, кіші емес, орташа 3 пияз. Татымына қарай тұз, бұрыш салып, фаршты салдым да, үстіне 2 ас қасық сұйық май құйдым. Кеңде отызға араластырып алдым. Осылай қамырымды екіге бөліп алдым. Бірінші қамырды осылай кішілеу ғып, өздеріңізге ыңғайлы ғып осылай бөліп алыңыздар. Барлығын осылай кішкентай ғып алдын ала жаюға дайындап алыңыздар. Сөйтіп шетінен жайып пісіре берсеңіздер болады. Ұн сеуіп жайсаңыздар да болады, ұнсыз жайсаңыздар да болады. Егер жабыспаса, ұнсыз жая беріңіздер. Мен ұнмен жайып көрдім. Ұнсыз да жайып көрдім, ұнсыз жайып едім, жабыспады. Сосын барлығын ұнсыз жайдым. Себебі құрамында май бар бұның. Сонымен домалақты ортасынан осылай бөлсеңіздер, шетіне ғана салмасын салыңыздар. Сөйтіп кескен жерден бастап домалақ қып ораңыздар. Оның арасы піспей қалады деп қорықпаңыздар. Егер ішіндегі салмасы аздау деп жатсаңыздар, соңынан астыңғы жағынан қасықпен тағы салып жіберсеңіздер болады. Міне осылай. Кейін түбін әдемілеп бекітіп, үшбұрышты бүйтіп формасына қатты қыспай, осылай келтіріп алсаңыздар болды. Міне мен барлығын түйіп шықтым. Жартысын өзіме ыңғайлы ғып, үшбұрышты басқаша түрлерінен пісіріп шықтым. Міне өте керемет, дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, ас болсын.